Аттестациялауға өтініш беру үшін ұстаз платформасында өзіміздің ЭЦП ключімізбен кіреміз. Бұл жерде барлық мәліметтерді тексереміз. Егер дұрыс болатын болса, келесі қадамға өтеміз. Бұл жерде біз таңдалып жатқан, яғни өтетін санатынымыз таңдаймыз. Мен сарапшыға өтемін және кім қарайтынын барлығын таңдаймыз. Өзі жазулары шығады. Бұл жерде де ПББ деген кезде біздің алған балымыз шығады. Сосын эссемізді жүктейміз. Содан кейін барлығымен келісемін деп мына жерде белгіні қойып, ЭЦП-мен ключімізбен қол қоямыз. Сонымен біздің өтінішіміз қабылданады. Осылай қолымызды қойып кіреміз. Сонымен өтініш қабылданғаннан кейін қарауды күту деген осындай жазу шығады. Егер өтінішті қайтарып алғыңыз келсе, осы қарауды күту деген батырманы басатын болсаңыз, барлық мәліметтер осы жерде жазылады. Ең астыңғы жағында өтінішті қайтарып алу деген бар. Соны басып, ЭЦП ключпен растайсыз. Міне осы жерде біздің барлық мәліметтеріміз жазылып тұрады. Енді одан бөлек осы жерде мына сұрау белгіні басатын болсақ, қай деңгейде жүргенін қарап отырсаңыз болады.